Vakit boldu. Uluklar ordaga girsin. Uluklar ordaga Сау бүгін қас қарайғанша Доңжоның басын орданың қақпасына ілемін деген болады. Қазірге дейін жайратқан шығар. Жақсы хабар болса, мен алдиярға хабарлайын. Сенде төтеп беруге сай тұрыңдар. Ұлы хан патшалығының күні жарқырап туатын болды. Тыңдаңдар, күн батқанша Доңжоның басы орданың қақпасына ілінеді. Барлығын дайын болыңдар. As vezirdi qarşalamız! As vezirdi qarşalamız! As vezirdi qarşalamız! Қол бастап 100 шақырымға дейін бардым, бірақ сау-сау таба алмадым. Алайда барлық бекіністерге адам орналастырып қойдым. Сау-сауды аңдып отыр. Ол ешқайда қаша алмайды. Ас vezirдің адамына сәт! Сау деген қыз талақ, жүрек жұтқан екен. Мен өлтірмек болуын. Мен кіммін? Хан патшалығын гүлдендірсін деп, мені көк тәңірі жіберген. Кім маған қастық жасайды? Ондай мерезді шалған жерден танып, көрген жерден ақ дейсін сеземін. Араларыңда оны айтақтап отырған адам, Еншаудың итаршысы бар. Мен сондай қаскүнем қара ниеттерді тауып, басын аламын, шауып тастаймын. Сосын, оның етін асып, сорпасын ішем. Ал біреулер, оның еті қышқыл дейді екен. Алайда мен қышқыл да қарамаймын, қорықпаймын. Қорықпаймын! Бас уәзір, артық айттыңыз. Ордамызда сатқы жоқ. Жүрелгі вәзір! Барман. Көктің ұлының таңбасын басып, аймақ дуан аудандарға жарлық жеткіз. Сатқын сау-сау жолдан тайып, қожасын өлтіріп, елді бүлдірмек болды деп жаз. Жер-жердегі армия мен халық сау-сауды ұстауға аттансын. Кім дегім? Сау-саудың басын кесіп Елордаға келсе, орда 1000 сәрі алтынмен сыйлап, 10 000 түтіннің бегі деп лауазым береді. Дереу жазайын. Уаң уәзір, уаң аба. Доңбас уәзір. Алдыңғы күні 60 жасыңды тойладыңыз, солай ма? Иә. Сарайыңда улан асыр қонағасы бердіңіз, солай ма? Солай. Сонша сұлтан уәзірлерді шақырғанда, мені қалайша шақырмадың? Мәртебем төмен. Қара қосым қарапайым. Бас уәзірді әурелеуге батырым бармады. Сонда сен мына маған бір рөмка шарабыңды да қимағаның ба? Пақырыңыздың шарабы қышқыл ғой. Қышқыл дейді. Мен саған қышқылдан қорықпаймын дедім ғой. Ордағасы, ордадан келдіңіз бе? Ордадағы күңдер мен малайларды түгел ақша беріп, таратып жіберіңдер. Қайда кетсе, сонда кетсін. Менімен бірге құрбан болмасын. Ордағасы? Сен
Sen de git. Mende жұмысың болмасын. Отағасы! Девчан бикеш! Өгеге, жұмысыңыз бар ма? Иә, отағасы ордадан келіп еді, қимылы ғажап, бір пәле төніп тұрған сияқты. Қасына барып шай құйып беріңіз. Не жағдай екен сұрап білсеңіз тіпті жақсы. Мақұл. Өкіләке, олай істемеңіз, олай істей көрмеңіз. Девчан, айналайын балам. Сендерді тез кетсін деп едім ғой. Неге кетпегенсің? Өкіләке, сірә несі болды? Болға еткеніңіз. Сау Тұңжоны өлтіре алмады. Тұңжо сау-сауды айтақтадың деп менен күмәнданып отыр. Көп ұзамай Шилаңның анау мәсірлері осында келеді. Енді кетпесең болмайды. Онда менің тоқымым тұздай құрыйды. Өкіләке, жаңа сіз Тұңжо сау-сауды айтақтады деп күмәнданды дедіңіз ғой, солай ма? Иә, солай дедім. Сіздің айтпақшыңыз дәп басып айта алмайды, солай ма? Тұрақтандырған жоқ, өйткені сау-сау ұсталған жоқ қой. Бұлай болғанда өзіңізге қол жұмсауыңыздың тіпті де қажеті жоқ. Ойлаңызшы. Өйсеңіз, өзіңізді байлап бермейсіз бе? Сау-сауды айтақтадым деп мойындаған болмайсыз ба? Өкіләке, сіз көз жұмсаңыз, патша қорғансыз қалып, патшалықтан үміт үзіледі. Ордаңыздағы 80-нен астам адам түгел қырғынға ұшырайды. Оның үстіне, хан патшалығын қайта гүлдендіру тілегіңіз мәңгілік құрыдымға кетпей ме? Отағасы шатақ болды. Нөкер сардар Лүйбу Шилияң қолы бастап ордаға басып кірді. Өкіләке, әрсәрі болмаңыз, онымен шолығыңыз. Сіз патшалықтың оң қол вәзірісіз. Сізге түкте қыла алмайды. Кристалл ұжымы Сезім кино каналы ұсынады. Фыңшан екен ғой, не жұмыс? Пақырыңыз, бас вәзірдің бұйрығы бойынша сау-сау іздеп келді. Елді құртқан алаяқ сау-сау қастандығы жүзеге аспаған соң жан сақтап қашпай менен не алады, а? Бас вәзір, жасақтар 100 шақырым аумақтан оны кездестіре алмапты. Сонда ол қаладан кетпей, ел ордадағы бір сатқынның үйінде тығылып жатқан болу керек деп айтты. О, бас уәзір көреген екен. Сонда менің ордам қарақшының апаны болды ғой. Ғафу етіңіз. Мен тек жарлық атқарушы ғанамын. Білемін. Саңғұн, еркіңіз білсін.
Тінтіңдер! Тінтіңдер! Тез болыңдар! Болыңдар тез! Бері келіңдер! Былай қарай! Мына жаққа! Болыңдар тез! Артқы ауланы қараңдар! Тез болыңдар! Ана жақты қараңдар! Артқы ауланы қараңдар! Болыңдар тез! Sen kimsin? Ваңғабаның өкіл қызы. Яучанмын. Санғон, не жұмыспен жүрсіз? Атым Либу. Бас вәзірдің жарлығы бойынша сатқан сау-сау іздеп келдім. Сау-сау. Оны білемін. Танисың ба? Алдыңғы күні өкіл әкем 60 жасын тойлап жатқанда, ол шақырылмаса да келіп, құттықтаймын деп тұрып алды. Өкіл әкем оны алаяқ қу деп, ит терісін басына қаптап, иянаттап, үйден қуып шыққан болады. Расында сөйтті ме? Рас айтамын. Мен көзіммен көрдім. Сарайдағылардың бәрі көрді. Санғын сенбесеңіз, сұрасаңыз болады. Мынау Уаңбас вәзірдің атадан қалған алмас қанжары ма? Санғон, көзіңіз өткір екен. Дұрыс айтасыз, алмас қанжар осы. Мұны Уаңбас вәзір сау-сауға бермеген болды ғой. Өкіл әкем мұны қалайша сау-сауға береді? Егер берер болса, қалайда жарасатын батырға береді ғой, солай шығар. Жарайды. Алмас қанжар мұнда тұр екен. Уаңбас вәзірдің сатқын емес екені анық болды. Сатқын сау-саудың қастандығымен де қатысы болмағаны. Әрине қатысы жоқ. Өкіл әкем, бас вәзір Доңжо, Тайсанғын өзіңіз де барсыз. Барлығыңыз орданың адалы ұлықсыздар ғой. Мақтағаның рахмет. Мазалақ қойдым. Сау-сау мұнда емес екен, жүріңдер! Хоп! Тәңір ата жер анағаян. Леубей, Гуанүй, Жаңфи дегендей, аты жөніміз басқа-басқа болса да, іриясіз бір тума болып, бір жағадан бас, бір жеңден қол шығарып, елге қараша боламыз. Патшалыққа адал боламыз, ел үшін тыныштандырамыз. Туған жылымыз, айымыз, күніміз, әр басқа болса да, бір күні бір жерде өлуді ниет етеміз. Ақ ниетіміз көк тәңірін аян, серттен тайғанның жазасын тәңір бергей.
Кристалл ұжымы Сезім кино каналы ұсынады. Берген! Ол кет! Тағы біреу! Кет! Кет! Тоқта! Берген! Тексереміз! Бол! Kete ver. Жүрейік. Toxta! Arba keş. Ber qara. Qaşqın olsa, üstünde. Baba, fakırınız konusunu ustadı. Iya, kim bolasың? Пейбектігінен келген саудагермін. Атым Хуан Фужаң. Мына кісілер қате танып, ұстап әкелді. Аба тақсыр анығына көз жеткізгейсіз. Сау, саумыңда. Сондай ұмытшақ бедің. 2 жылдың алдында Елордаға шен сұрап барғанымда, алдыңа келіп, сәлем беріп едім. Сонда кек жиып атымды да көрмей, өзіме лақтырып жібердің. Оның аз болғандай, қазір алаяқтар билік ұстаған заман, Елордада нең бар дегенсің? Есіңе келді ме? Чыңғыңтай екенсің ғой. Ұлықты танымай, көзімді шел басқан екен, күнәлімін. Алайда алдыма шен сұрап тағы барсаң, айтарым тағы да сол сөз. Бұл алаяқтар билік ұстаған заман. Елордада мәнсәпті болмай-ақ қой. За болғаным, ол сөзің емес. Маған пысқырып та қарамағаныңа зығырданым қайдайды. Әй, сау. Сен тегіннен кеудем соқ, желікпен емедің. Кеудем бұл жерде жоқ. Қолыңдағы қылмыстымын. Әкім аба мен әлемнің ісін әңгімелейтін салауатым жоқ. Әрине. Қылмысты мен ел тағдыры жөнді кеңес құрғаным жөн болмас. Онанда чілделіктің даусын тыңдағаным жөн шығар. Алайда бүгін отбасы ошаққасының әңгімесін айтып, басыңда апарып 1000 сәр алтын алып, түмен басы болайын деп отырмын. Естідің бе? 1000 сәр алтын 300 мың ағаш астық келеді. Әкімнің 375 жылдық еңбек ақысына тең болады деген сөз. Жоңму аудандағы Бұқараның 1 жылдық жер астығына тең деген сөз. Бұған түмен басы деген лауазымды қос. Сонда мен бұдан бұлай алтынның үстінде ғана отырам деген сөз. Ақылым жетпейтіні сау. Мақтағанда сенен 100 неше жын 70 шығар. Қалайша 1000 сәр алтынға татиды. Осы сыйлықты бермек болған адамның көзі соқырау. Мұжығанды қой. Басымды алып барып, доңжодан сыйлығыңды ала бер. Десе де бір талабым бар. Өткір қылыш болсын. Қиналмай өлейін. Жарайсың. Мықты екенсің, мықты. Ажал аузында тұрсаң да,
батырлығыңды байқаттың. Асықпа. Ертең таңертең табақ дайындап, оған сенің басыңды салып, мен Елордаға апарам. Алайда бүгін түнде, әрине, сен маған қонақсың. Келіңдер. Бармын! Жоңму түрмесінің дәмін татсын. Түрмеге апарып күтіңдер. Жүр! Aba, zeytin birdenге берші. Аштан өлетін болдық. Аба, мені босатшы, қылмысым жоқ. Сау-сау. Естуімше Доңжо саған теріс қарамаған сияқты. Оны қалай өлтірмек болдың? Сұңқардың арманын шымшық қайдан білсін? Мен ақ шымшық болайын. Ендеше өзіңнің сұңқарлығыңды айтшы ғане. Ата-бабам хан патшалығының дәм-тұзын көп тартқан. Оның шапағатына бөленген. Ел үмітін ақтауды ойламасам, қайуаннан не парқым болмақ? Бүгінгі таңда билік алаяқтардың қолына тиді. Ел басына күн туып, ұлымыз құл, қызымыз күң болды. 400 жылдық тарихы бар ұлы хан патшалығының шаңырағы ортасына түскелі тұр. Ел басына күн туғанда атқа қонатын ер де көбейді. Ардагер азаматтардың қарақшының басын алып, еліне еңбек сіңіріп, хан патшалығын гүлдендіріп, аспан астын оңауына болады. Ал елді құтқару үшін алдымен Доңжоның көзін жою керек. Мен сол қарақшыны жою үшін қарақшының қолтығына кіріп, оның басын алудың орайын күттім. Доңжо туыс. Расында теңдесі жоқ, еңіреген ерекенсіз. Менің сәлемімді қабыл алыңыз. Бұл қайтерің? Мыңды туыс. Бағанағы шаршы топта көз көп болғандықтан сізді желкелеуіме тура келді. Кезінде алдыңызға барып, меселден қайтқанымның қарымшысы болсын. Білесіз бе, мен қарақшы Доңжоға өлерде өшпін. Оның басын алсам деп қанжарымды қайрап жігерімді жанып жүргенім ұзақ болды. Ал сіз ойымда жүрсе де, орындай алмаған істі орындап отырсыз. Сондықтан мен сізге сүйінемін. Алайда мен шалағайлық істедім. Оны өлтіре алмадым. Елордадан асығыс қашып шығып, Құмедиен далада бас сауғалап жүрмін. Жоқ. Сіз өлтіре алмағаныңызбен сіздің тарихта атыңыз қалды. Батырлықтың өлшемі кілең жеңіс емес. Расымды айтсам, оны өлтірмек болғаныма өкініп отырмын. Бұл қалай айтқаныңыз? Мен сау-сау кіммін? Ұрандатып ортаға шығып, қалың батырды бастап, қарақшыларды жоятын әділетшіл қосын құрып, шаңырақ шайқалып тұрған елді құтқарып, ұлы дүбірлі істеуім керек еді. Менің істеуге тиісті жұмысым осы болатын, ең қиын жұмыста осы болатын. Ал менше жұмыстың оңайына ұмтылдым. Ауырынан қашып, жеңіліне жүгіріп, қолыма қанжар алып, Доңжоны өлтірмек болдым. Міне, өзің де көріп отырсың, қанды қол деген атқа қалдым. Доңжо деген кім? Мен өлтіруге татымайтын адам. Оның үстіне Доңжо өлгенде тағы бір қарақшының шыға келмесіне кім кепіл? Сондықтан Доңжоны өлтірмек болғаным үлкен ерлік сияқтанғаным мен іс жүзінде қызбалық екен, барып тұрған ақымақтық екен. Мыңды туыс, мына сөзіңіз мені ұйқыдан оятты.
Ұят ақ болды, ұят. Мен сіздің бұл әрекетіңізге сүйініп отырсам, сіз оны түкке тұрғысыз санап отырсыз. Мінекей бұл сыйыңыздың арқасы. Мен түрмеде жатып, ашынғанда осыны түсіндім. Мыңда туыс. Бет алсыңыз қай жақ? Бет алыс дейсің бе? Мен ауылыма барып, патша атынан пәрмен таратып, ел ішіндегі сұлтандарды жиып, доңжоға қарсы жорық жасап, елді серпілтіп, қазіргі жағдайды өзгертем. Жарайды. Менің бір тілегім бар. Мыңда туыс. Қабыл алғайсыз. Айт. Өзіңіз керіп, ол істерді істегенде, мен сіздің қолғанатыңыз болайын. Сен патшалықтың бақандай ұлығысың. Мыңда туыс, өзіңізде патшалықтың ертауыл алама бас едіңіз ғой. Қарақшының көзін жою оңай, ол іс тындыру қиын. Ту көтеріп ұрандатып шыққан соң, басыңа қатердің төнгені төнгін дей бер. Ол істерді істеу үшін отқа түсіп, су кешуден мен пақырыңыз тайынбаймын. Тағы да айтайын. Мен болсам салтпас, сабау қамшыл адаммын. Ал сенің әке шешең, қатын балаларың қайтеді? Тәуекел. Оларды ойлауға қазір уақыт жоқ. Олар болмағанақ болсын. Кристалл ұжымы Сезім кино каналы ұсынады. Күңтай туыс. Арманың асқақ, еңірегі неде екенсің? Мен саған қол қойдым. Бұл не дегеніңіз? Екеуміз жоғымызды жазбай, екеуміз егіз есіл болайық. Сәлемді қабыл ал. Қимас достарым, алдарыңда кінәлімін. Мен сау-сау қеріп, қарақшыларды аластап, ол істерді істеуге аттандым. Мені кешіріңдер, сендерге ұяттымын. Маңда туыс, осыдан түске қарай 500 шақырым жүрсек Пиньянға барамыз. Естуімше Еншау Пиньянда көтеріліс жасапты. Жарайды. Енбіншау сұңғылар жан. Мұнандай алмағайып заманда алдымен көтеріліс жасады. Ен әулетінің атағы жалпақ жұртқа мәлім. 4 ұрпақтан 3 сұлтан шыққан. Жер жүзін алып жатқан тектатаның тұқымы деуге болады. Еншау ту көтеріп шықса, жердегі бек сұлтандар тегіс жиылады. Соның қолына қосылып, әділет жолында бірге аттансақ болар ма екен? Күңтай туыс. Еншауға қосылатынымыз мұнда тұрған іс. Алайда сопиып жетіп барсақ, қадірімізді білмейді. Оның үстіне Еншау көреген елбасы бола алмайды. Маңда туыс. Неге бұлай дейсіз? Айтшы,
Еншау қалайша көтеріліс жасайды? Сонда сұрайсыз ба? Доңжоны жазалап қарақшыны жойып, хан патшалығын сүйемелдейді. Тағы да сұрайын. Доңжо лаңы қайдан туды? Мұны да білем. Жоңпин жылдарының соңында патша задалар азғындап, әтектер билікке жармасты. Жаңраң бастаған он әтек сарай билігін қамқырды. Хожин әтектер тобын аластау үшін Шиляң бегіне қол бастап, Елордаға келіп, патшаны қорғауды құпия бұйырды. Соның салдарынан Доңжо бүлігі туды. Елордаға келіп, патшаны қорғаудың кімнің ақыл екенін білесің бе? Бұны білмейді екен. Осы Еншау. Еншау? Хожинге Шиляң дуанбасы Доңжоға қол бастап, Елордаға кіру құпия жарлығын бергізген осы болатын. Кейінгі нәтиже жұртқа мәлім болды. Әтектер бүлігі тынышталғанмен, Доңжо бүлігі әтектер бүлігінен неше 10 есе асып түсті. Үйәмбін чудықы құратақ екен ғой. Көреген болмады. Ендеше тағы сұрайын. Сырттағылардың Елордаға патшаны қорғауға келуіне ең алдымен қарсы тұрған кім? Доңжо зобалаңның әтектерден асып түсетін ең алдымен болжаған кім? Білмеймін. Мұна менмін. Хожин мен Еншау осы тақылдасқан күні мен бар болатынмын. Мен оларға әтектер әлек салмаған заман болған емес. Бәрі көктің ұлының көрегендігіне байланысты. Патшамыз дәнішмән болса, біреуді жұмсап, ым-жымын білдірмей, әтектерді түрмеге жаба салса болды. Патшаны қорғау үшін сырттағыларды Елордаға кіргізуге мүлде болмайды. Өйткені бұл жолбарысты көрсетіп қасқырды қуғанмен бірдей. Нәтижеде жолбарыстың алапаты қасқырдан асып түседі дедім. Алайда Хожин тілінді алмады. Ол Еншауды Қаракөктің тұқымы менен ақылды деп білді. Сонымен Шиляң қолы келді. Хожин өлді. Еншау қашып кетті. Доңжо қосалық сарайға лаң салып, аспан астын былықтырды. Ой-бой. Тубаста сіздің тіліңізді алса, бүгінгі пәле жоқ екен ғой. Менің тілімді алмағанның кесірінен даламызды аштық жайлады. Жауыздар жалаңдап, елдің құты қашты. Халық күйзелді. Қандай? Сіздің суретіңіз бұл араға да келген екен. Мен сізге сыбайлас болыппын. Сіздің басыңыз 1000 дылдаға татса, менің басым 50 дылдаға татыр. Менің басым қымбат болған жерде сенің басында қымбат болады. 1000 туыз. Күндік жазықта қуаңшылық болып, түйірден алынбады. Баласын тамаққа айырбастағандар да бар. Аштықтан бұрылықтан бұқара жартаға шастық үшін, тәуекелге басып пайда үшін досына да опасыздық жасады. Сарай осынша мол сыйлық ақша шығарып, бізді бар адам армандайтын ол жақ айландырды. Солай. Біз ұлы жұмыстар тындырамыз. Итпен құсқа жем болсақ обалақ қой. Мына қаладан айланып өтіп бір жер тауып демалайық. Бұдан былай күндіз демалып түнде жүрейік. Біз Лоңшанға таяқ қалдық. Естуім сондағы халық сарайдың жарлығын атқармай, өзін-өзі қорғайды екен. Лоңшан, сонда Чыңгау деген шағын аудан бар емес пе еді? Бар сияқты еді. Сонда барайық. Ақтабөкте тұрып келетін сендер кімсіңдер? Ай азамат, лейбошы бар ма? Бар. Оған хабарла, Доңжоны өлтіре алмай қашып жүрген қылмыста Саусау келіп тұр деп айт. Мыңды. Саусаудың басын алып Елордаға барса, 1000 ділдәмен қатар сұлтандық шен береді деп айтсаң болды. Мыңды. Тағы Жұңмау ауданының әкімі де бірге келді. Бұның басын Елордаға алып баратын болса, орда 50 ділдәмен сыйлайды. Мыңды. Бұл қайткен емес.
Бұл араның қожайыны Лейбошы, әкеннің төс соғыстырған досы. Ер көңілді әділетшіл жан. Досын әсте сатпайды. Істің бүгешігесін толық айтсам, ол тіпті де құрметтей түседі. Осы Лейбошыға сонша сенгеніңіз қалай? Бұлайша айтайынша, өзімі сенбесем сенбеспін. Бірақ Лейбошыға сенуім керек. Тез есікті аш! Аш есікті! Көке! Көке! Сен білсің? Иә менмін, сау-саумын. Ай, тәңірде көз бар екен, сен әлі тірі екенсің ғой. Расында сен бедің, көрім болғаның қарашы. Дуаннан, аудан, ауылға дейін сен ұстау құлақтандыруы жапсырылған. Әкең бассау қалап, жеңуға кетті. Сенің амандығыңнан алаңдап, байыз таппай отыр едім. Көке, мына кісі Жұммау ауданының әкімі Чыңгұңтай. Бұл кісі құтқармаған болса, жанымнан жұда болушы едім. Қайырмыңа рахмет батыр. Сен болмасаң сау-сау бұл күнге жетпес еді. Өзіңе көп рахмет. Көке, сіздің мәрттігіңізге шынай сүйіндім. Вай, үйге жүріңдер, тез жүріңдер. Ай, келіңдер. Бармын. Қой сойып, дастархан әзірлеп, дәндігі жүрді түгел әкеліңдер. Мақыл. Көрім болды. Азықты өз нәр татпағанымызға 2 күн болған еді. Сау-сау, өз үйің емес бе? Осында біраз күн аялдап, абыр-сабыр басылған соң кетпейсің бе? Көке, үйде арақ жоқ екен. Жоқ болса әкелмейсің бе? Қалашыққа барып жақсырақ әкел. Мақыл. Көке, қаланың барлық жеріне бізді ұстау құлақтандыру жапсырылған. Мыналардың біреуі сыйлық ақшаға көз қызартса, сізге қырсық болмасын. Көке, арақ ішпей-ақ қояйық. Тамақ ішсек болды. Вай, онда қайтып болады. Сен арақты жақсы көресің ғой. Арақ құйып бере алмасам, қалай болғаны болды. Оларды жібермей, араққа өзім барайын. Бола ма? Жүріңдер, үйге кіріңдер. Келген екенсіңдер, үйге кірмесеңдер болмайды. Жүріңдер. Қор! Ау! Тез барып есекті алып кел. Тез бол, Болады! Міне қазір! Кристалл ұжымы Сезім кино каналы ұсынады. Тұрыңызшы, тыңдаңыз, мынау нен даусы? Тез болсаңшы, тез бол. Мақыл. Азына шық. Қашып кетпесін. Иә, шық кел. Майлап алып сояйық. Тез бол. Мақыл. Не қырып кетсін, тез болсаңшы. Екеумізді өлтіріп, сені қалмақшы көрінеді. Сіз маған көкемейл дойлайтын әділетшіл жаны. Өзіме сенбесем де, оған сенім деп едіңіз ғой. Айтқаным ғой рас. Алайда пайдамен даңық үшін досын сататындар да жоқ емес дегенмін. Мына алмағайып заманда біреудің ішіне кіріп шыққамыз жоқ қой. Лейбошы қалашыққа барып, хабар жеткізіп, үкімет жасақтарына бізді ұстап бермекші ме? Солай болды. Онда қайтеміз. Ісін асырға шапқан екен. Онда қан кешіп, жолымызға түсейік. Қан кешіп. Солай. Дайындалып болдыңдар ма? Дайынбыз! Жақсы дайындап болдым. Жоқ қойдым. Қашып өтесің. Қарашты тұрыңдар. Мына жақта келіңдер. Иә болады.
Мұнда! Күні қабаттық. Аға түсініп біз. Бұлар екеуміз емес, шошқа соймақшы екен.